Инсульттан кейінгі өмір. Жалпы инсульт дегеніміз не? Инсульт бас миындағы қан айналым процесінің бұзылыстарынан пайда болатын сырқат. Пайда болу себептеріне байланысты инсульт геморрагиялық және ишемиялық болып екіге бөлінеді. Түсінікті түрде айтатын болсақ, геморрагиялық инсульт қанның тамырлардан шығып кетуінен туындаса, ишемиялық керісінше троптардың қан тамырларын бітеп тастауынан туындайды. Инсульт алған адамды еш кідірусіз тіркеу бөлімінен өткізбей, бірден аурухананың инсульттық бөлімшесіне алып келеміз. Мұнда науқасқа алғашқы көмек көрсетіледі және ерте оңалту кезеңдері басталады. Қозғалыс функциялары бұзылған инсульттан кейінгі науқастардың оңалтудың негізгі әдісі кинезиотерапия, яғни емдік дене шынықтыру болып табылады. Оның міндеті зақымдалған аяқ қолдардағы қозғалыс көлемін, ептілігі мен күшін, тепе-теңдігін қалпына келтіру болып табылады. Кинезиотерапия жаттығулары инсульттан кейінгі алғашқы күндерде науқастың санасы мен жалпы жағдайы бір қалыпқа түскеннен кейін басталады. Инсульттан кейін мидың зақымдану аймағына байланысты ағзаның да бұзылыстары әртүрлі болады. Көріп тұрғандарыңыздай, науқастың оң қолы мен оң аяғы салданған. Алғашқыда науқас бірыңғай төсек режимінде болады және осы кезден бастап кинезиотерапияның алғашқы деңгейі пассивті жаттығулар жасалады. Мұнда қозғалысты науқас емес, оңалтушы дәрігер жасайды. Бастапқыда салданған қол мен аяқтың пассивті гимнастикасы жасалады. Көрсетіп өтейін. Алдымен иық буынына жаттығулар жасаймыз. Білезік және шынтақ буынын бекітіп ұстап, қолды жоғары көтеріп түсіреміз. Қолды жанына жылжыту жаттығуларын жасаймыз. Шынтақты бүгіп созамыз. Ішке және сыртқа айналдыру жаттығуларын жасаймыз. Білезік буынын да көтеріп түсіріп және ішке сыртқа айналдырып жаттықтырамыз. Саусақтарды да ұмытпаймыз, әр саусақты тартып, айналдырып, созып қоямыз. Қолдан кейін аяқтың гимнастикасына кірісеміз. Жамбасты көтеріп түсіріп жаттықтырамыз. Бұл қимылдың науқастың жөргегін немесе төсек орнын ауыстырғанда көмегі мол. Сол себептен алғашқы және негізгі үйренуі керек жаттығулардың бірі болып табылады. Тобық пен тізе буынын ұстап тұрып, аяқты жоғары көтеріп түсіреміз. Келесі тізені бүгу және созу жаттығуларын жасаймыз. Тобықты ішке және сыртқа айналдырамыз. Жаттығулар бақайлардың әрқайсысын айналдырып созумен аяқталады. Барлық жаттығулар 10-15 реттен міндетті үзілістермен және қан қысымы мен тамыр соғысын бақылаумен жүзеге асырылады. Пассивті жаттығулардан кейін кинезиотерапияның екінші деңгейі активті пассивті жаттығуларды іске қосамыз. Бірінші нұсқасында науқас сау жағы мен салданған жағына өзі жаттығу жасайды. Біз көмектесіп жаттығулардың дұрыс жасалуын қадағалап отырамыз. Сау қолы мен салданған қолының иық, шынтақ және білезік буындарына арналған жаттығуларды жасайды. Сау аяғының үстіне салданған аяғын қою арқылы көтеру түсіру жаттығуларын және салданған аяқты сау аяқпен басып бекіту арқылы жамбасты көтеру жаттығуларын жасайды.
Екінші нұсқасында науқас сау қолы немесе аяғына жаттығуларды өзі жасайды. Біз салданған жағына жасаймыз. Мұндай жаттығуларды науқас көздерін жауып жасағаны дұрыс. Себебі салданған жағын ойша қозғалту арқылы бұлшық ет рецепторлары мен мидың нейрондарына сигнал толқындарын жіберіп жатады. Пассивті жаттығулардың тағы бір түрі ол механотерапия. Науқас жүктемені жеңілдететін арнайы құрылғылардың көмегімен жаттығулар жасайды. Бұл жаттығулар науқастың физиологиялық жағдайымен қатар эмоционалды жағына да әсер ететін жүйке орталықтарын реттеуге көмектеседі. Жаттығулар арасында қайта-қайта науқастың функционалды жағдайын бақылап отырамыз. Егер қан қысымы қалыпты жағдайдан 15 мм-ден асып кетсе, жаттықтыруды тоқтатамыз. Жалпы кинезитерапия гипертермия, жедел тромбофлебит, гемофилия, қатерлі ісіктері және психикалық бұзылыстары бар науқастарға қарсы көрсетілген. Инсультті қалпына келтірудің ең басты бағыты мүмкіндігінше тезірек оңалту бөліміне кіру. Науқас реабилитацияны неғұрлым ерте бастаса, соғұрлым оның қабілеттерін қалпына келтіру мүмкіндігі жоғары болады. Оңалту орталығында кинезитерапияның белсенді түріндегі жаттығулар жасалады. Оларға жаттықтыру залдарында арнайы тренажерларда емдік гимнастика жасау, баспалдақпен көтерілу, түсу жаттығулары және тағы басқа науқастың белсенді қозғалысын қажет ететін жаттығулар жасалады. Өкінішке орай, бұл сырқаттың салдарымен күрес айлар, кейде жылдарға созылады. Егер науқасқа жылы сөйлеп, оның сауығып кететініне сенім білдірсек, бұл оған күш беріп, бойына сенім ұялатады. Инсультке шалдыққан адамның өмір сүруге қайта бейімделуі еріксіз нәрестенің алғашқы айлары мен жылдарын еске түсіреді. Себебі науқас аунау, отыру, жүру сияқты қозғалыстарды қайтадан қалпына келтіруді үйренеді. Және жас сәби секілді ол да өз жақындарының сүйіспеншілігіне, қолдауына мұқтаж. Ал біздің міндетіміз науқастың инсульттан кейінгі өмірін барынша жақсартып, қалыпқа келуіне атсалысу. Тіршілік атаулының барлығы қозғалыстан тұрады. Кинезитерапия емдік қозғалыстың маңыздылығы мен қажеттілігін айқын дәлелдей алдым деп ойлаймын. Серуендеп жүрудің өзі кинезитерапия. Қозғалыс өмір дейді Амосов. Қозғалыста болайық.